Ассалаумағалейкум досым. Уағалейкум ассалам. Аман есен, жағдай жақсы ма? Аман есен, иә, өздеріңіз, қалдарыңыз қалай? Шүкір. Досым, мен мына Турцияда жүрмін, Турцияда. Иә. Мұнда орыстар бар емес пе? Қазақстаннан келген орыстар. Иә. Екі айдың ішінде турецкий языкты жаттап алып тұр ғой, турецкий языкты 2 айда. Үйреніп алды. Я в Казахстане жил, я не знаю казахский язык Тидова. Туда приехали, в Турцию приехали. Их она, оказывается, нужда просто. У нас наши казахи просто так не особо внимания не обращают же. Сюда они приехали в Турцию, за 2 месяца выучили турецкий язык. Эти русские. Біздің қазақтар толерантны ғой, толерантны біз қазақтар. Орыс тұрса орысша сөйлей салады, басқа ұлт тұрса басқа тілдес. Түріктер ондай емес, түріктер отарлау саясатын көрмеген. Біз сияқты 300 жыл империяның езгісінде болмаған ғой, түріктер өздері империя болған. Одан кейін менталитеттер сондай болады ғой. Вот я говорю, вот тут мында Турцияда орыстар көп. Қазақстаннан келген, Россиядан келген. Бля, прям за милую душу изучай турецкий язык бар ғой, за милую душу. Қанша болды келген десем, 2 ай, 3 ай дейді, уже түркше сайрап жатыр ғой. Көп пекен Қазақстанда. Көп пекен Түркияда жүрген ол жаңағы ресейліктер. Көп мында, көп. Біздің Қазақстаннан барғандар ма? Қазақстаннан барған орыстар, вот эти, которые с Казахстана приехали, русские, они же говорили, мы не знаем казахский язык. Тут в Турцию приехали, они за 2 месяца выучили этот турецкий язык. Потому что тут не будешь говорить на турецком, тебе ничего не дадут.